Достар, дерт көп, денсаулық біреу. Дертке ем арнамызға жазылыңыздар да. 60 жастан кейін денсаулықты сақтауға арналған 15 ереже. Қартайған сайын ағзада көптеген өзгерістер болады. Буындар әлсірейді, жүрек баяулайды, есте сақтау қабілеті азаяды. Бірақ өмірдің бұл кезеңі де қуанышқа толы бола алады, егер денсаулығыңызды дұрыс сақтасаңыз. Міне, 60 жастан кейін мықты денсаулықта болу үшін сақталуы тиіс ең маңызды 15 ереже. 1. Дұрыс ұйқы, басты тірек. Түнгі ұйқы кемінде 7-8 сағат болуы керек. Ұйқы ағзаны қалпына келтіретін табиғи ем. Телефон мен теледидарды кешкісін шектеңіз. 2. Күнделікті серуендеу. Таза ауада 30-40 минут серуендеу жүрек, өкпе, қан айналымын жақсартады. Бұл инфаркт пен инсульттің алдын алатын тиімді әдіс. 3. Қан қысымын бақылау. Гипертония қартайғанда өте қауіпті. Қан қысымын күнде таңертең өлшеп отырыңыз. 130-80 қалыпты деңгей. 4. Қант мөлшерін тексеру. Қант диабеті жасы ұлғайған адамдарда жиі кездеседі. Ашқарынға қан тапсырып көрсеткіштерді біліп жүріңіз. 5. Тамақты мөлшермен және теңестіріп ішу. Артық майлы, тұзды, тәтті тағамдарды шектеу керек. Көкөніс, балық, дәнді дақылдар, жеміс, басты ас болсын. 6. Суды жеткілікті ішу. Күніне кемінде 1,5-2 литр таза су ішу бүйрек пен жүрек жұмысына оң әсер етеді. Шай мен кофе су емес. 7. Дене белсенділігі. Жеңіл жаттығулар, созылу, таңертеңгі гимнастика бұлшық ет пен буынды сергек ұстайды. Теледидар алдында емес, қозғалыста болыңыз. 8. Буындарды сақтау. Салмақты бақылау тізе мен белге түсетін күшті азайтады. Шектен тыс көтеру мен ауыр физикалық жұмыс зиян. 9. Көру мен есту қабілетін тексеру. Көзілдірікті уақытылы ауыстырып, есту аппараты қажет болса, ерте орнату керек. Ақпаратты дәл қабылдау маңызды. 10. Жүйке жүйесін тыныш ұстау. Стресс кез келген аурудың қоздырғышы. Демалыс, дұға, хобби, немерелермен ойнау миды тыныштандырады. 11. Жаман әдеттерден толық бас тарту. Темекі, ішімдік қартаюды тездетеді. 60 жастан кейін бұл ағзаны улайды. Қатты кофе, энергетиктерден де бас тартқан жөн. 12. Жыл сайынғы тексеруден өту. Жалпы қан талдауы, ЭК, УДС, көз, тіс тексеруі жылына 1 рет міндетті түрде болуы керек. 13. Иммунитетті күшейту. Сарымсақ, зімбір, бал, лимон, дәрумендер, әсіресе B12 иммундық жүйені күшейтеді. 14. Жақсы орта, денсаулық кепілі. Жақсы адамдармен араласу, қуанышпен өмір сүру, жалғыз қалмау бұл да ем. Әр күніңізге рахмет айту жүрекке ем. 15. Өмірге деген құлшынысты жоғалтпау. Жас шектеу емес. 60 жастан кейінде жаңа дүниелер үйренуге, қызықты істермен айналысуға болады. Бұл жастықтың рухани сыры. Қорытынды. Денсаулық қарттықта ең қымбат байлық. 60 жастан кейін өзін күту, бұл өзіңізге деген сыйластық. Осы 15 ережені ұстансаңыз, жасыңызға қарамастан өміріңіз сапалы әрі ұзақ болмақ. Достар, дерт көп, денсаулық біреу. Дертке ем арнамызға жазылыңыздар да денсаулықты бірге сақтайық.